Әйелім айғаймен шешеді үйдің тірлігін, балаларға жай айта алмайды, мені содан шаптырым кетеді дейді. Әйел солай. Әйел айғайлаған жақсы көреді, әйелде эмоция көп, бақырған жақсы көреді. Әйел сен бақырған сайын жаның кіру керек. Сен соны бақыртпайтындай жұмыс істе. Әйел қайда неге үйді жинамайсыңдар дегенде қаш сенде. Үйді жина, сразу намаз оқып кетсе дұрыспайды саған. Әйел бақыра бастағанда жай намаз жерге төсей салды. Бисмилля, Аллаху акбар, ла иляха иллаллах деп сол намазда басын сәждеге қойып Құдайдан сұрай бер. Құдайым әйелімнің жағы исайып қалсын деме. Құдайым жақсы жүрегіне мейірім салшы, осы қатынын бір күн ұрып тастамасын мен, я Алла деп айт Құдайдан. Сол әйел сені адам болсын деп айқарады. Саған сөйтеді. Бұдан да көп тапсын дейді. Әйелдің мотивацияны әр әйел әртүрлі біледі. Кейбір еркектерге жай сөйлеген жараспайды. Жай сылап, сипаған түсінбейді кейбір еркекші. Оларға бақырған жарасады. Бақырсаң, пуля ұшасың. Түріктердің бір мақалы бар. Әйел кадын дейді. Кадын дуз десе, еркектің бір жері выз дейді. Сол сияқты выз деп жүгіретін боласың. Жақсы болады. Әр еркек